Оқушы кезімізде 25 теңгеге алып жеген ең керемет тәтті коржықтарды естеріңізде болар. Осы коржықтардың рецептін сіздерге бөлісетін боламын. Дәл сол күнгі дәмді естеріңізге түсіретін болады. Коржықтардың құрамы өте оңай. Қатыққа осы ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл үлкейіп, реакция жүріп, үлкеюі керек. Ұнға кішкене ғана разрыхителді сеуіп, оны да араластырып алып қоямыз. Дайын болған массаның үстіне қантты салып жақсылап араластырамыз. Қантыңыз еруі керек. Егер ерімей түйіршік қалып кетсе, ол коржық піскен кезде бетінен түйіршік болып шығып кетеді. Ерігенін осылай көрсеңіздер болады. Дайын болса, оның үстіне сұйық майын құйып, оны да араластырып жібересіздер. Содан соң ұнды салып, әдемі қамыр илейтін боламыз. Ұнды екіге бөлдім. Біріншісін осылай венчикпен араластырып шықтым да, екіншісін қолмен илеп шықтым. Көрсетілген граммнан артық ұнды қоспайсыз. Егер көп қоссаңыз, коржыңыз піскен кезде қатты болып кетеді. Тек қолдағы қамырды түсіру үшін кішкене ғана ұнды пайдалануға болады. Қамыр менде осындай жұп-жұмсақ және жабысқыш болып келеді. Қамырды жаю үшін астына міндетті түрде ұнды себесіз және де бетіне кішкене сеуіп жібересіз. Коржықтардың байқасаңыздар, астыңғы жағы ақшыл болып келеді. Ол осы ұнның несі, астына жайған ұнның бөліктері. Осылай жайып, оқтаудың көмегімен қалыңда, жұқада емес, біркелкі қамырды жайып шығамыз. Егер коржықтарыңыздың формасы болса, форманы қойып, осылай қамырдан ойып аласыздар. Менде ондай форма жоқ. Осылай қағазды қиып алдым мен, пышақтың көмегімен осы қамырдан коржықтың формасын жасап шықтым. Ол да болады. Егер коржықтың формасы емес, басқа да қоям десеңіздер де бола береді. Домалақ, жүрекше болсын. Тек бұл жерде қамырдың құрамы жақсылап иленіп шықса болғаны, ол формада тұрған ештеңке жоқ. Осы аралықта біз пешімізді қыздырып қоя береміз. Қызған пеште саласыздар. Және осы қамырдан астаты қалмайтындай етіп өлшеп шығасыздар барлығын. Бөліктерін ақырындап алып, ақырындап жұмыс жасайсыздар. Өйткені мынау қатты жабысқыш болып келеді қамыры. Одан кейін противенге осындай кондитерский тегістегіштің көмегімен салып шықтым. Өйткені екі қолмен бұл өте жабысқақ болып келді. Бұның бетіне жұмыртқа жақпайсыздар. Қатықтар ғана жап шығасыздар. Оның өзі де әдемі қып-қызыл болып шығады. Қызған пеште 10-15 минутта, енді әркімнің пешіне қарай әртүрлі пісіп шығады. Қарап тұрасыздар, күйіп кетпеуі керек. Бұл тез піседі. Піскен кездегі формасы осындай. Менде ең әдемі қып-қызыл коржықтар дайын болды. Дәмі деген енді керемет болып шыққан, және де жұмсақ болды. Бөлген кезде көрініп тұр өзінің жұмсақтығы. Дәл сол оқушы кезіміздегі жеген керемет коржықтардың бірі болып шықты. Мектеп кезімізде еске түсіріп жедік. Сіздер де жасап көріңіздер, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Балаларыңызға беріңіздер. Құрамы өте оңай және таза бұның құрамы. Сіздер де жасаңыздар. Рецептін ұнаса, маған лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Сіздерге жақсы рецепттер ұсынатын